Бүгін біз Ұлттық кәсіпкерлер палатасының екінші съезінде көтерілген мәселелер жайлы сөз қозғаймыз. Студия қонағы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев. Нұржан Бауыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен палатаның атын өзгерту туралы шешім қабылданды ғой. Енді бірақ ат өзгергенмен зат өзгермейтін шығар. Иә, бүгін осы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының екінші съезі өтті. Осы съезде бұның алдында да біраз кәсіпкерлер осы мәселені көтерген болатын. Естеріңізде болса, Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылғанына 1 жылдан асты, бірақ оның алдында осындай Атамекен экономикалық палатасы жаңағы болған болатын, бірнеше жыл жұмыс істеп. Ол палатаның енді бірақ заңды түрде бір нелері болмаса, полномочиялары болған жоқ, өзінің заңы болған жоқ. Бұндай қазіргідей жаңағы бір құқықтары мен нелері болған жоқ, бірақ соның жаңағы Атамекен деген аты болатын, оның да біраз жаңа жасалған жұмыстары болатын. Сондықтан кәсіпкерлердің көбісі осындай ұсыныспен шықты. Осы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жаңағы атына өзгеріс енгізіп, осы Атамекен деген жаңағы атауын қосу. Соны бүгін съезде осы оң шешім қабылданып, делегаттардың бәрі соған дауыс беріп, енді Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы деп қабылданды. Тағы бір мәселе, бұл әрбір жаңағы палатаға мүше бизнес өкілдерінің төлейтін жарнасына байланысты біраз жеңілдіктер қарастырылыпты. Сол жайлы айтып өтсеңіз енді. Бұл жерде де өздеріңізге мәлім, бұның алдында осы заңмен белгіленген осы жарна болатын. Ол жарна бойынша екі сатыға бөлінетін. Біріншісі жаңағы жаңа шағын бизнес, ол ешқашан 5 жылдың ішінде ешқандай жарнаны төлемейді. Олар сол жарнадан босатылған. Ал енді мынау орта бизнес егер жаңағы 150 миллион теңгеден, жылдық табысы 150 миллион теңгеден асып, 2,5 миллиард теңгеге дейін болатын болса, олар жаңағы 300 мың теңге көлемінде төлейтін. Ал енді мынау ірі бизнес 2,5 миллиард теңгеден жылдық жаңа табысы асатын болса, енді ол өте жаңа үлкен бизнес, олар жаңағы 8 миллион теңгеге жуық жаңа жарна төлейтін. Енді қазіргі таңда біз қарадық, кейбір кезде осы бір үлкен алып компания, мұнаймен айналысатын, немесе газбен айналысатын, сол компания жаңа бір жаңа жарнаны төлейді, бір соманы төлейді. Екінші бір жаңа супермаркет соған жаңа жақылдаған, ол да сондай жарнаны төлеуі мүмкін. Сондықтан осы кәсіпкерлердің ұсыныстары да болды. Бізде мынау әр өңірде осы мәселені талқылап, осындай шешімге келдік бүгін. Қазіргі таңда осы әр сатының ішінде тағы да соның ішіндегі жаңа сатыларға бөлу. Мынау бірінші қазір сол шағын бизнес ол төлемейді, сол қалды, 5 жылға жаңағы босатылған. Екіншіден мынау орта бизнестің ішінде жаңа тағы да 6 сатыға бөлінетін болды. Ол егерде мынау 111 миллион теңгеден бастап жылына табыс табатын болса, ол 158 мың теңге жаңа жылына сол жарнаны төлейтін болады. Ол енді бұның алдында ең төмені сол 300 мың теңге болатын болса, қазір 158 мыңға дейін жаңағы азайды. Ол 50% жаңағы төмендетілді. Ал енді мынау жаңа ірі бизнес, егер ол мынау 8 миллиардтан бастап жаңағы табыс табатын болса жылына, ол 5 миллион теңгедей жаңа жылына сондай жарна төлейтін болды. Оның ішінде де жаңа тағы да 4 сатыға бөлінетін болды. Сіздің жаңа бизнесіңізге қарай, жылдық табыстарыңызға қарай, соған қарап жаңа жарнаны төлейтін болды. Оны енді кәсіпкерлердің өздері осындай шешім қабылданды. Жан жақта өңірлік кәсіпкерлер кеңестерінде бұл мәселе талқыланып, бүгінгі съезде сол кәсіпкерлердің жаңа әр өңірден келген делегаттар, мынау ассоциациялардың, ұйымдардың, содан кейін мынау өңірлердің жаңа өкілдері келіп, сол жерде осы мәселені 2 күн талқылап, бүгін осындай шешімге келіп, осындай шешім қабылданды. Ал енді сол түскен жарна қаржы қайда жұмсалады? Бұл ең біріншіден енді бұл жерде түсіну керек, мынау біз айттық қой жаңа шағын бизнес төлемейді. Орта бизнес пен мынау ірі бизнес төлейді. Бұл жаңағы төленген қаражаттың көбісі ең біріншіден қазір мына ауылдық жақтарға,
енді өзінің кәсібін бастап жатқан, енді өзінің бизнесмен айналысып жатқан, немесе мынау өзінің бизнесмен айналысқысы келетін азаматтарға, әсіресе мынау ауылдық жақтарда шағын бизнеске ең біріншіден осы қаражатпен жаңа ақша, жаңа көмек көрсетіледі. Ол мынау сервистік көмек, ол мынау қазір біз әр ауданда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын жаңағы ашып жатырмыз. Ол жерде мынау заң жағынан консультация беріледі, салық жағынан консультация беріледі, басқа да бір рұқсатнама құжаттарын алып беруге жаңа көмектеседі. Және әр ауданда осы жылы жаңа кәсіпкерлер мектебі ашылайын деп отыр. Ол жерде егер осы азаматтар, ауылдың тұрғындары өзінің жаңа кәсібімен айналысам дейтін болса, неден бастау керек, қалай бастау керек, қаражатты қайдан алу керек, рұқсатнама құжаттарын қайдан алу керек, соның бәріне үйрететін кәсіпкерлер мектебі ашылатын болады. Енді әр ауданда осы өткен жылы біз өзіміздің филиалдарымызды ашқан болатынбыз. Ол жерге де егер кәсіпкерлердің құқықтары жаңа тапталған болатын болса, немесе бұзылған болатын болса, олардың мүдделерін қорғау үшін әр ауданда біз қазір өздеріміздің филиалдарымызды аштық. Бірақ бір адамнан ашқан болатынбыз өткен жылы, енді осы жылы 5 адамға дейін жаңа оны көбейтейін деп отырмыз. Өйткені біз қазір көріп отырмыз, сұраныс өте көп, 20 мыңнан астам жаңа арыз шағымдар түсіп жатыр жан-жақтан жаңа кәсіпкерлерден. Кейбір кезде олардың жаңа құқықтарын, мүдделерін қорғап, көп жаңа осы бойынша жұмыс жасалды. Сондықтан осы төленіп жатқан жарнаның бәрі сол ең бірінші осы мәселелерді шешуге жіберіледі. Біз енді ойлаймыз, бұл ірі бизнестің өзінің әлеуметтік жауапкершілігі. Біздің ауылда тұрып жатқан, енді бастап жатқан, кәсібін енді бастап жатқан азаматтардың алдында. Бірақ бұның бәрі ашық түрде жүргізетін шығар, өйткені кәсіпкерлер өзіңіз білесіз, бәрі әр тиынды санап үлгерген, үйренген. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, өтініштер түсіп жатыр деп, сол есептеріңізде де әрдайым айтылады, осынша өтініш түсті, осынша қаралды деп. Қандай негізінен атап өтуге керек, қандай өтініштер ол тексеруге байланысты ма, әлде жеке өздерінің ұсыныстары бар ма? Ең көп қазір түсіп жатқан, жаңа біз саралап көрдік, ең көп түсіп жатқан өтініштер ол мынау жер қатынастары мәселесі бойынша, архитектура бойынша, мынау құрылысқа алатын жаңағы рұқсатнама құжаттары білесіз ғой, өте көп. Сондықтан кейбір кезде мынау ұзақ мерзімде заңмен белгіленген жаңа талаптар кейбір кезде сол жергілікті атқарушы органдармен сол талаптар келісілмейді, сол уақытында документтер берілмейді. Сондықтан мынау салық жағынан да өте көп жаңағы арыздар келіп түсіп жатыр. Бүгінде біз мынау өкіметтің алдында, осы съезд, біздің съезде жаңағы өкіметтің алдында да өтініш білдірдік, мынау салық жағынан апелляциялық комиссияларды құру. Өйткені қазіргі таңда егер сізге бір жаңағы салықты сізге қоятын болса, сіз ол салықпен келіспейтін болсаңыз, сізге жаңағы тек қана сол салық комитетіне ғана бір өтініш немен соны бере аласыз, немесе сотқа баруыңыз керек. Кейбір кезде сіздің заңгеріңіз де жоқ, нелеріңіз де жоқ, соны жылдап жаңа сол соттасып, бірінші жаңа аудан орталығында, одан кейін жаңа неде облыста, одан кейін республикада. Сондықтан көп уақыт және көп сіздің жаңа шығыныңызды, нелеріңізді алады. Ал сол сотқа дейін жібермеу үшін біз өкіметпен бірлесіп жаңағы осындай келісімге келіп отырмыз. Қазір осындай апелляциялық комиссиялар. Ол жерге ұлттық кәсіпкерлер палатасының да өкілдері кіреді, салық комитетінің да өкілдері кіреді. Сол жерде бұл мәселені жаңа шешуге болады. Егер заңсыз болатын болса, ол салық, онда сол комиссиямен шешіп жаңағы кәсіпкердің құқығын қорғауға болады. Біз қазір қарап отырмыз, мынау айттым ғой, жаңа 20 мыңнан астам нелер келіп түсіп жатыр деп. Оның ішінде біз тек қана 2014 жылы 12 миллиард теңгедей жаңа заңсыз кәсіпкерлерге неғылған жаңағы төлемдер, соның бәрін кәсіпкерлерге қайтарылды. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып отырсыз, шынымен де жаңа мен де шағын кәсібін бастаған кезде осы рұқсат алу уақыты тым ұзаққа созылып кетті. Өйткені бір-ақ күнде шешім шығара салатын нәрсені заң бойынша 15 күнде шығару керек. Күтесің, тағы 15 күн сөйтіп созыла береді. Енді съезд кезінде бұдан басқа да тағы да мәселе қаралған шығар. Бүгін тағы да бір өте үлкен мәселе қаралды, өте маңызды кәсіпкерлеріміз үшін. Ол мынау енді қазір көріп жатсыздар, дүние жүзінде осы дағдарыс болып жатыр. Әсіресе мынау қазір Ресей мемлекетінде олардың жаңа ұлттық валютасының құнсыздануына байланысты қазір мынау Ресейдің жаңа тауарлары қаптап жатыр біздің нарықта. Сондықтан өзіміздің мынау
отандық тауар өндірушілерді жаңағы қорғау, оларға көмектесу бойынша үлкен әңгіме көтерілді. Бұл әңгіме жаңағы премьер-министрдің қатысуымен болды. Сол жерде біз өзіміздің ұсыныстарымызды жаңа өкіметке бердік. Ол ұсыныстар ең біріншіден мынау мемлекеттік сатып алу және мынау ұлттық компаниялардың сатып алу. Бұл білесіздер, әр мемлекет өзінің отан өндірушілерін қорғайды. Ресейде мысалы қазір олар жан жақты тек қана осындай мемлекеттік сатып алуда, ұлттық компаниялардың сатып алуында тек қана өздерінің ғана тауар өндірушілерден тауарын сатып алады. Біз де сол жаңағы Ресей сияқты, басқа да мемлекеттер сияқты сондай ұсыныстарды бердік. Қазір тек қана өзіміздің отандық өндірушілерге көмектесіп, сол жаңа тендерлерді, сол нелерді ең біріншіден соларға жаңа беру бойынша. Екіншіден, біз қазір қарап жатырмыз, кейбір тауарлар бойынша біз өзіміз Қазақстанда өндіріп жатырмыз. Бірақ мынау Ресейдің валютасын құнсыздандыруына байланысты қазір сол тауарлар қаптап, көрдіңіздер, Ресейдің жаңа автомобильдері, машиналары көп кеп түсіп жатыр. Сондықтан біз өзіміздің автопромды, қазақстандық автопромды қорғауымыз керек. Ол үшін кейбір сол келіп жатқан, Ресейден келіп жатқан тауарларға мүмкін жаңа шектеулер қоюымыз керек шығар. Сол мәселесі де қарастырылды. Екіншіден, басқа осы мемлекеттердің біз тәжірибесін қарадық, мынау сертификациялау бойынша. Ресейде де кейбір кезде бір Белоруссиядан немесе Қазақстанның басқа да бір мемлекеттерден жаңа бір тамақ өнеркәсібі жағынан бір нелер тауарлар келіп жатса, олар өзінің СЭС арқылы, басқа нелер арқылы жаңағы стандартқа сәйкес емес деп жаңа шектеу қояды. Сол сияқты бізде жаңа өзіміздің отан өндірушілерін қорғауымыз керек. Сол мәселеде бүгін көтеріліп, енді өзінің жаңа қолдауларын тауып жатыр. Яғни мемлекеттік сатып алуға да қатысатын өзіміздің отандық өндірушілердің ол сапа жағынан да мән берген дұрыс қой өте. Иә, сапа және баға. Енді егер кәсіпкер мынау мен отандық тауар өндірушімін, мен сапам болмаса да жаңа сен сатып аласың деген ол енді дұрыс емес. Ол жерде де біз мына ұлттық кәсіпкерлер палатасы оны қадағалап, оны қараймыз. Тағы бір нәрсе бар, мысалы сол шетелден әкелген дүниені бізде өңдеп, қаптап, болмаса сол өзіміздің отандық товар деп ұсынуы да мүмкін. Оның бәрі ескеріледі. Ол мәселеде біз ұлттық кәсіпкерлер палатасында қазір талқыланып, осы мемлекеттік органдармен біз қарастырып жатырмыз. Сіз өте дұрыс айттыңыз, бізге де кейбір кезде арыз шағымдар жаңа түсіп жатады. Мынау бір жаңа мекеме өзі бір нелерді жаңа тауарды шығарып, жыл сайын сол ұлттық компанияға жаңағы тапсырып отырады сол тауарды. Осы өткен жылы немесе осы жылы бірақта тендерге бір кәсіпорын қатысады, қолында жаңа сертификаты бар, Қазақстанда жасалған деген. Бірақ барып тексеріп қарасақ, оның жаңағы несі жоқ, өндірісі жоқ. Яғни дайын өнімді алып келген дейсіз. Бір жерден жаңағы дайын өнімді алып келіп, осы жерде жаңа упаковкасын жасап, соны жаңа тапсырып жатқан жағдайлар болып жатыр. Сондықтан біз қазір өкіметпен бірлесе, министрлікпен бірлесе, осындай кәсіпорындарды тексеру бойынша жұмысты бастап жатырмыз. Сұхбатыңызға рахмет, Нұржан Бауыржанұлы. Енді осы съезде қаралған мәселелер ары қарай жүзеге асуына сіздерді атсалыссаңыздар, халықта, кәсіпкерлерді атсалысса деп ойлаймыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін. Бүгін студиямызда ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев қонақта болды.